Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дінімізде мынандай бір ұғым бар, жалпы. Қасиетті мекен, қасиетті ай, қасиетті күн, жалпы қасиетті нәрсе, жалпы осы бір ұғым бар біздің дінімізде. Бұл тек қана әрине ислам дінінде ғана емес, бүкіл дінде бар нәрсе. Тіпті керек болса, барлық ұлттарда бар десек те қателеспейміз. Яғни әрбір ұлттың өзіне тән бір қасиетті бір күндері болады, қасиетті бір айлары болады, қасиетті бір мекен жерлері болады мысалға. Мысалға дінімізге келсек, Мекке қаласы қасиетті мұсылман үшін. Мәдина қаласы қасиетті мұсылман үшін. Иерусалимдегі Мәсжидул Ақса қасиетті мұсылмандар үшін. Рамазан айы мысалға мұсылмандар үшін қасиетті. Жұма күні мысалға қасиетті. Ережеп айы, мысалы Шаабан айы, мысалы Шәуәл айы мысалы қасиетті. Бір қасиетке ие. Дәл сол сияқты отан да қасиетті біз үшін. Оның топырағы да, туған ауылың қасиетті, туған жерің қадірлі мысалға. Тіпті керек болса, адамға да кейде қасиетті адам, қадірлі адам деп құрметтеп жатамыз мысалға. Неге? Бұның барлығының басты себебі оның ішінде бір мағына бар. Әрқайсының ішінде мағына бар. Әлгі мекендер неге қасиетті болды? Оның белгілі бір себебі бар. Мысалға, отанды алатын болсақ, отан ол соның ішінде біз туып өскен, балалық шағымыз, өміріміз өткен жер сол. Біздің кіндік қанымыздың тамған жері. Солай ғой. Дәл сол сияқты тудың ішінде, астарында үлкен мағына жатыр. Отанға деген сүйіспеншілік жатыр. Менің ұлтым жатыр, менің салт санам жатыр, әдет ғұрпым жатыр, менің тілім жатыр, менің ділім жатыр, менің жалпы қазақи ұстаным, бүкіл өмірім, мәдениетім жатыр да. Дәл сол сияқты Рамазан айда мұсылмандар үшін қадірлі. Не үшін? Себебі Рамазан айының ішінде 30 күн ораза деген парыз еткен құлшылық бар. Менің айтайын деп отырғаным, сол Рамазан айының ішінде қадір түні деген бір түн бар. Құран-ы Кәрімде Аллаху субхана ва тағала бисмиллахир-рахманир-рахим «Шахру Рамадан аллази унзила фихи л-Құран худан лин-наси ва байинати минал худа вал фурқа». Рамазан сондай ай, ақ пен қараның арасын, дұрыс пен бұрыстың, хақ пен батылдың арасын ажыратып, адамдарды тура жолға жетелеу үшін Құран жетелейтін Құран түскен ай дейді Алла Тағала Бақара сүресінде. Дәл сол сияқты осы қадір түніне арналған сүре бар Құран-ы Кәрімде. Бисмиллахир-рахманир-рахим «Инна анзалнаху фи лайлатил қадр ва ма адрака ма лайлатул қадр лайлатул қадри хайрун мин алфи шахр» дейді Алла Тағала. Садақаллахул азим. Біз Құранды сол қадір түнде түсірдік. Ей Мұхаммед, сен қадір түннің не екендігін білесің бе? Қайдан білесің сен оның? Қадірлі екендігін. Оның қаншалықты қадірлі екендігін сен қайдан білесің? Екінші аятта. Үшінші аятта ол қадір түні сондай күн, сондай түн 1000 айдан да қадірлі дейді. Аяттың жалғасында «Тәнәззәлул мәләикәту вар-руху фиха биизни раббихи мин кулли амр, саламун хия хатта матла'ил фajr». Сол түні аспаннан Жәбірейіл періште және көптеген басқа мыңдаған саны белгісіз періштелер жерге түседі. Алла Тағаланың әмірімен көптеген істерді реттеу үшін жерге түседі. Ол Алла Тағаланың нығметі, Алланың есендігі, тыныштығы таң атқанға дейін жалғасады дейді Алла Тағала. Енді әлгі отан қалай қадірлі болса, қасиетті болса, әлгі біздің туымыз қадірлі болса, әлгі Мекке қаласы, Қағба бар ол жерде. Ол жерде қаншама сонау адам пайғамбардан бастап бергі Мұхаммед пайғамбарымызға дейін саллаллаху алейхи вассалам, ол жерде тарих жатыр. Үлкен мағына бар ол жерде. Мұхаммед пайғамбарымыздың жатқан жері Мәдина Мұнауара мысалға, қалай қасиетті болса. Дәл сол сияқты әлгі Мәсжидул Ақсада қалай Сүлеймен пайғамбармен, көптеген пайғамбарлармен оның тарихы ұштасып жатқан болса, соншалықты маңызды болатын болса. Жұма күні де сондай қадірлі. Әлгі айтқан айлар да, мынау Рамазан айтта мысалға қадірлі қасиетті. Рамазан айы біткеннен кейін адамдардың қуанып, шаттыққа бөленіп тойлайтын күні мысалға. Құрбан айт та сондай мысалға. Әрқайсының өзінің белгілі бір қадірлі қастерлейтін бір себебі бар да. Мінекей дәл сол сияқты да осы қадір түнін 1000 айдан да қадірлі қылып тұрған құрметті жамағат, құрметті ағайын, бұл жердегі мәселе не?
қасиетті Құран. Демек, 1000 айдан да қадірлі қылып тұрған, қасиетті қылып тұрған мағына не бұл жерде? Мәселе не? Қасиетті Құранның түсе бастауы. 610 жылы Рамазан айында қадір түнінде түсе бастаған Құран қасиетті қылып тұрған. Енді менің айтайын деп тұрған мәселе мынау. Егер де сол қасиетті Құран сол түні түсіп, сол түнді 1000 айдан да қадірлі қылған болса, енді өзіңіз ойлаңыз, ол бізге түсетін болса, шындығында Аллах Тағала ол Құранды кімге түсірді? Адамзатқа түсірді. Адамзат оны оқып, түсініп, онымен өмір сүру үшін жерге келген. Айша анамыздан сұрайды, сахабалар, пайғамбарымыздың мінез құлқын айтып беріңізші бізге деген кезде, Хазірет Айша анамыз бір жағынан ренжіп, сахабаларға айтады, сіздер Құран оқымайсыздар ма дейді. Пайғамбардың мінез құлқы, адамгершілігі барлығы Құран ғой, оны Құранмен ұштасып жатыр ғой дейді да. Бұл нені білдіреді дейді ғұлама ғалымдарымыз? Мұхаммед пайғамбарымыздың сол Құранды түсініп, сонымен өмір сүргендігі. Былайша айтқан кезде оның сөзінің, әрбір ісінің, басқан қадамының сол Құранның ішіндегі Алла Тағаланың құндылықтарымен, Алланың заңдылықтарымен, Алланың бұйрықтарымен, Алланың тыйымдарымен байланысып жатқандықтан, оның өмірі, мінез құлқы, бүкіл өмірі сол Құран деп Хазірет Айша анамыз айтқан болатын да. Ғұлама ғалымдарымыз есептеп, қарасаңыз, математикалық тұрғыда есептесеңіз, 83 жыл 4 айға тең келеді деген. Бұл не деген сөз? Қазіргі таңда бір адамның өмірі 83 жыл 4 ай. Яғни сол түн 1000 айдан да қадірлі болатын болса, біздің есебіміз бойынша 83 жыл 4 айға тең келіп тұрды. Бірақ ғұлама ғалымдар бұл дейді, бірінші хақиқи мағынасы дейді. Негізгі мағынасы осы болуы мүмкін, бірақ бұл екінші бір мағынасы, бұл одан да көп болуы мүмкін дейді. Арабшада киная деген нәрсе бар. Яғни көптікті білдіру мүмкін бұл дейді. Одан да көп болуы мүмкін. Яғни оның қадірін ешкім оның шегін біле алмайды Алладан басқа. Енді қараңызшы, мына қызықты қараңыз. Егер де ол Құран бізге түссе қалай болады деген не деген сөз? Егер де сол түнді 1000 айдан да қадірлі қылған болса, кім сол Құранды оқып, үйреніп, мағынасын түсініп, әлгі Айша анамыз айтқандай сол Құранмен өмір сүретін болса, Құранның қадір қасиетін түсініп, соны өмірінің былайша айтқан кезде мақсаты қылатын болса, Алла Тағаланың тыйғандарынан тыйылып, Құрандағы бұйырған бұйрықтарды бұлжытпай орындап, Құран кәрім ішіндегі білім, ғылымға, еңбекке, тақуалыққа, адамгершілікке насихаттарға құлақ асып өмір сүретін болса, онда ол адамда қадірлі болады деген сөзді. Екінші бір қызық нәрсе, қасиетті Құранның соншалықты қадірлі екендігін аңғартатын бір мәселе бар. Пайғамбарымыздың хадисі бар. Кім дейді? Қасиетті Құранды оқитын болса дейді, оның әрбір әріпіне дейді, Алла Тағала 10 сауап жазады дейді, қараңыз. Түсінбей, жай үшін арабшасының өзін оқығанның өзінде 10 сауап жазылады деп отыр да. Ал енді өзіңіз ойлаңызшы, егер де мағынасын түсінбегеннің өзінде ол сауап жазылатын болса, адамның жүрегіне тыныштық ұялататын болса, яғни Құранды оқыған кезде мысалға қаншама Европа адамдар бар, Құранды тыңдау арқылы исламға келіп жатыр да, дінге келіп жатыр. Құранды тыңдау арқылы жүрегі жай тауып жатқан қаншама адамдар бар да. Бұл да сол қасиетті Құранның қадірлі қасиетті екендігін білдіреді. Әрине бұнымен шектелмейді. Бірақ бұл жердегі бұл тақырыптағы менің қозғап отырған мәселе 1000 айдан да қадірлі қылып тұрған бұл түнді, бұл қасиетті Құран. Қасиетті Құранның түсуі, ардақты ағайын. Демек, біздің міндетіміз істеуіміз керек. Егер де Алла Тағаланың құзырында қадірлі болғымыз келсе, қасиетті болғымыз келсе, Алланың сүйікті құлы болғымыз келсе, тақуалыққа жеткіміз келсе, Құранды үйренуіміз керек, түсінуіміз керек, онымен біз бір істеуіміз керек, бүкіл өмірімізді сол Құранмен байланыстырып өмір сүруіміз керек. Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз істеген сияқты.